Халқымыз бұрын неге мықты болды? Себебі халқымыз сөзге тоқтаған. Бір ауыз сөз шешім еді, бір уәде заң еді. Қазір сөз көп, бірақ жауапкершілік аз. Мықтылық байлықта емес, мықтылық мінезде. Сөзінде тұрған халық ешқашан әлсіз болмайды. Қиындық не үшін беріледі? Қиындық жазалау емес, ол шыңдау. Темір отқа түспей мықты болмайды, адам сынақ көрмей өспейді. Қазақ жеңіл өмір сүрмеген, бірақ сынбаған. Қиындық сүзгі, әлсізді әлсіретеді, мықтыны мықты етеді. Адамды тірі ұстайтын не? Адамды ардақты етіп, әдемі етіп ұстайтын ар, намыс, ішкі ұстаным. Атақ абыройың кететін шығар, ақ жаңда бітетін шығар. Бірақ намысы кетсе, адамдықтың бәрі кетеді. Халқымыз әуелі намысты жанды құрметтеген. Биікке шыққан адам неге құлайды, білесің бе? Себебі ол өскенін ұмытады, кеше қайдан шыққанын ұмытады. Халық айтады, көтерілген сайын кішірей. Тәкаппарлық адамды биікке емес, жалғыздыққа апарады дейді. Биік бол, бірақ биіктемей. Дана бол. Адамды сөзі емес, мінезі ұстап тұрады. Күлу оңай, уәде беру де оңай. Біреуге әсер қалдыру да оңай. Бірақ мінезді сақтау ең қиын. Қиын сәтте сабыр сақтау, ол нағыз күш. Халқымыз айтады, мінез адамның айнасы деп. Ал мен айтамын, айнаң таза болсын.